Сол модели aynı Dostlar, қызық екен мен бір тағы да бір жағдайды айтқым келіп тұр. Қартаюды білмейтін адамдар бар, соған сенесіздер ме? Мен қартайдым, маған немене керек, бәрі бар. Балалармен отырам, деп үйімде отырам. Мен де сол дұрыс шығар деп ойлайтынмын, бірақ мен отырып көргем жоқ. Балалардың соңынан еріп жүріп, мен отырып қалады екенмін. 85-ке келгенім жақсы болды. Мен өмірді қайтадан бастадым. Міне, бүгін далада Астана айында кәдімгі қыс қой, әппақ қар, бірақ мен үйде отырып жүрмін. Мен мына қанша атым. Енді бұл менің көрмеген жерім емес, мұның ең жоғарғы несі шығарады, сол жердегі қарауылдан шыққан. Сосын бірақ соңғы кезде шынын айтайын, жанның тыныштығын ойлап, комфорт деп кішкене отырып қалғанымыз. Мынау 85 бар ғой, жақсы болды өзі. 85 мен сергітіп жіберді, сергітіп жіберді. Енді қаншатыға келсем, өмір деген қайнап жатыр. Көрдіңіздер ме? Неше түрлі киімдердің де жаңа үлгідерінде, жаңа үлгіде сізден сатып алдым. Жилеткенің өзінің неше түрлі жаңа үлгілері бар екен. Мен қалыпқа өзі жоқпын. Жаңа үлгідегі жилетке алдым, мен тегізер білеген деген сияқты. Ал енді, бұда менің кигенім, бұда үлкен жастарда, балаларыменен бәрі жүр. Bir жерде концерт болып жатыр, бір жерде тамақ ішіп жатыр. Сондай бір барлық өмір шетелде жүргендей болып кетті мәсін. Ал менің жасыма келгендер жоқ. Олар үйде тып-тыныш жатыр. Қойыңдар, тұрыңдар, жүріңдер. Көрмейтіндерім жоқ. Біздің Астанаға жететін жер жоқ. Жаңа немерем екеуміз донор жеп алдық. Кісілер де қарап отырып таптамашы. Енді мінекей тұрып, үйге келеміз шаршап, содан кейін оқушыларымызды оқимыз. Сосын мүмкін видеоға түсеміз. Жұмыс жоспар былай. Тура өзім Астананы жаңа көргендей боп тұрмын. 85-ке келген көзбен қарасаң басқа болады екен. Жақсы екен.